Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ауызда еритін жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығатын және қонақ келсе дастарханға ұялмай қоятын бауырсақтың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Міндетті түрде сақтап алыңыздар. Бізге қажетті заттар: сода, сұйық май, ашытқы, қопсытқыш, жұмыртқа, шекер, мак және де тұз қажет болады. Ең әуелі бір кеседей ыдысымызға жылы суды құйып, оның үстінен жарты пиаладай етіп сұйық майды құямыз. Және де жарты пиаладай етіп қантымызды салып аламыз. Және бір дана жұмыртқа жеткілікті, оны жарып ыдысымызға салатын боламыз. Міндетті түрде барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде қант жақсылап еруі қажет, іртік-іртік болып қалмау үшін. Келесі кезекте жарты қасықтай етіп сода қостық, және де 2 шай қасық етіп тұз қосқан болатынбыз. Қасықты бірақ толтырмаймыз. Және осындай ашытқы қостық. Ашытқыны мен кішкене көптеу етіп қосқан болатынмын, тезірек ашу үшін. Және мен бауырсағым ерекше болсын деп осындай мак қостым. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз да елгезерден өткізіп аламыз. Және аз-аздан етіп қосып, қасықтың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Мен осылай қасықтың көмегіне жүгінемін. Бірінші бірден барлығын осылай ұнды қосып, қасықпен араластырып алатын боламын. Сосын барып қолмен илеймін. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қатты қалың да емес, қатты да емес, және де жұмсақ та емес, орташа болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осыны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал мінеки біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді оларды суала етіп кесіп алатын боламыз. Осылай барлығын қолдың көмегімен жайып аламыз да. Оның көмегімен осылай бір бөлікке қайтарып аламыз. Және бұны біз 5-ке бөліп алатын боламыз. Міне менде 5 суала бауырсақтың қамыры шықты. Осылай дөңгелекше етіп аламыз да оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты қалың етпейміз. Бауырсақтың қамыры менде жұқа болып шығады. Сондықтан қамырды кішкене жұқалау етіп жаямыз. Және де кәдімгі пышақтың көмегімен бауырсақтың пішініндей етіп кесіп алсаңыздар да болады. Әркім әртүрлі жасайды. Біреу дөңгелек пішінде етіп жасайды, біреу ромбы тәрізді етіп жасайды. Маған осындай форма ыңғайлы болғандықтан осылай жасаған болатынмын. Содан соң табағымыздағы қызып тұрған майдың үстіне осылай барлық бауырсақтарымызды салып аламыз да, екі бетін жақсылап тұрып, қызартып қуырып аламыз. Қатты қызарып кетпеуі қажет. Және астын баяу қоюды ұмытпаймыз, себебі арасының барлығы жақсы пісуі қажет. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осылай болып шықты. Енді иісі деген өте керемет шығып жатыр ғой мына бауырсақтың. Жесең жегің келе береді. Дәл осылай барлық бауырсақтарды осылай пісіріп алатын боламыз. Астын бірақ баяу қоюды ұмытпаймыз. Міне мендегі бауырсақтар осылай болып шығып жатыр. Ал бізде бауырсақтар дайын, осылай жеп-жеңіл болып шықты. Менде біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен біргеміз.